Сәлем қыздар, қазір біз тауықтың етін маринадтайтын боламыз. Бұл менде осындай 2 килограммдық тауық. Және де бұл тауықты мен жуып алдым. Және қолдан келгенше құрғату керек. Сол кезде біздің маринадымыз жақсы сіңетін болады. Ішкі бөлігінде, сыртқы бөлігінде жақсылап құрғатып алуымыз керек. Негізі бройлер тауықты да қолдансаңыз болады. Шамамен 1,5 килограмм шығатын, отбасыңыз шағын болса, 1,5 килограмм шығатын кәдімгі бройлер тауықтарды да қолдансаңыз болады. Және де осы маринадты жаңағы перепелка дейді ғой, сондай шағын бөденені де маринадтауға қолдансаңыз болады. Мен осы күнге дейін қаншама маринадтарды көрдім, бірақ осы маринадқа жететіні жоқ. Қазір ең алдымен бізге мына төс бөлігіндегі терісін ажыратып алу керек. Өйткені төс көп жағдайда сухой дейді ғой, сондай құрғақ болып қалады. Сол себепті осылай аккуратно, байыппен, осылай терісінен қасықтың көмегімен ажыратып аламыз. Сол кезде төс бөлігі де бізде сондай сочный, сөлді болып пісетін болады. Жалпы ажырату қиын емес, міне, өздігінен бірден ажырайды. Ең бастысы мына жерді жыртып алмау керек бізге. Міне, болды. Енді бізге маринадын дайындаймыз. Маринадқа менде мына жерде еріп тұрған сары май, жарты шай қасықтай тұз қосатын боламын. Мен осындай паприка қосамын. Менде осындай базардан сатып алынған паприка, одан жарты шай қасық қосатын боламын. Негізі бұл тәтті болғандықтан 1 шай қасықта қосуға болады. Содан кейін осындай қара бұрыштан кішкене қосамын. Жарты шай қасықтай. Шамамен жарты шай қасықтай қосамын. Және де маған осы кішкене ашытылау болғаны ұнайды, сондықтан кішкене красный жгучий перецін аз ғана қосамын. Сәл ғана ашытылып болады. Егер қаласаңыз, осындай арнайы приправа для курицы қоссаңыз болады. Бұл дәмдеуіштен де шамамен жарты шай қасық қосып жіберем. Енді бізге нету керек? Чеснок. Мен чеснокты осылай үгітіп алдым. Чеснокты негізі сондай турамай, осындай үккіштің көмегімен істеген жақсы. Бұл негізі комплектте бар. Жаңағы терка для моркови бар ғой, для корейской моркови. Сол терканың ішінде осындай комплектте жүреді. Қараңыздар, сондай прям үгітіліп күшті болып шығады. Қараңыздар, прям ондай кашица сияқты болып шығады. Күшті прям. Міне бұл жерде 1,5 тісше бізде сарымсақ. Сарымсақ жалпы тауықтың етімен керемет үйлеседі, сондықтан көп болса да артық болмайтын секілді. Енді осы маринадымызды біз араластырамыз, қараңыздар. Мына май менде табиғи май, яғни ешқандай да маргарин емес. Сондай 82%-ық қымбатырақ майды алуға тырыстым, себебі бұл тауықтың дәміне әсер етеді. Осылай араластырып аламыз. Енді тауығымыздың осы төс бөлігіне, бұл маринад тек қана төс бөлігіне арналған маринад. Осылай салу керек. Ыңғайлы болу үшін осындай ұзынырақ кондитерская лопатка ғой, мынау. Сонымен саламыз. Қараңыздар қалай? Күшті болып шығады. Былай соңына дейін етеміз. Орналастырамыз. Молынан саламыз. Мына жағына дейін саламыз. Екінші маринадты дайындаймыз. Мына жерде менде 4 ас қасықтай майонез,
және сарымсақты күштен өткізуіміз керек. Дәмі де күшті шығады, маринадқа да күшті болып сіңеді, және де пешке піскен кезде күйіп кетпейді. Чеснокты енді қосамыз. Бір шай қасығы толтырып қосам мен. Содан кейін осындай қызыл паприкадан қосам. Бір шай қасықты толтырып. Содан кейін қара бұрыш міндетті түрде қосқанды жақсы көрем. Бір шай қасықтай қосам. Келесі осындай приправа для курицы. Оны қоспасаңыз да болады. Менде бар екен, сол үшін мен бар болған соң қоса салам. Бір шай қасықтай толтырып. Және де айтқандай мен аз ғана красный жгучий перец қосқанды мен жақсы көрем. Егер ащы болғанын ұнатпасаңыз, онда қоспай қойыңыз. Болды. Енді осының барлығын араластырамыз әдемілеп. Мінекей біздің маринадымыз дайын. Маринадты тауығымызға жағамыз. Артқы бөлігінен бастайын мен. Жалпы бұл маринад кем дегенде бір 7-8 сағат сіңсе жақсы болады. Негізі сол бір күн бұрын істеп, сол бір түнге сондай тоңазытқышқа қалдыра салсаңыз өте жақсы. Яғни алдын ала істеп қойсаңыз, тауығыңыз керемет болып шығады. Бұл тауықты мен қонақтарға да дайындаймын. Күшті болып шығады. Бөлігіне де жаққым келіп тұр. Ішкі бөлігіне әдемілеп жағамыз. Массировать етіп жаққан дұрыс болады. Жақсы сыну үшін. Жерге жағамыз. Әдемілеп массировать етіп маринадтаймыз, қыздар. Махаббатпен істесеңіз, әрбір тағамыңыз сондай дәмді болып шығатын. Сіз пакетке кіземіз. Пакетін кигізіп, толықтай бетін жауып, тоңазытқышқа жібереміз. Тағымыз бір түн холодильникте тұрды. Жақсы маринадталды. Қанаттарын жауып қою керек болады фольгамен. Екі аяғын байлау керек. Шпагат жіп болса, шпагат жіппен байласаңыз да болады. Осылай айқастырып, аяқтарын байлаймыз. Менде осындай форма. Бортиктары ұзынырақ. Пергамент қағазын орналастырдым. Опа. Мойнын ішіне тығып жіберу керек. Ыдыста қалған маринадты тағы да жағамыз үстіне. Пешімізге жібереміз. Қараңыздар, бір сағат өтті. Қараңыздар, өзім мұғайы бөлгенді. Үстіне құямыз. Бисмиллах. Қараңыздар, осындай әдемі болып бізді. Қараңыздар, қандай әдемілік шықты. Вау. Гриль көкөністермен өте керемет үйлеседі. Немесе картоп дайындасаңыз болады.
мына гриль тауығы өте дәмді болып шықты. Сондай прям сочный.